Орман патшалығында Нактис пен Морелла жұптарынан тұратын үкілер отбасы тұрады. Олар өздерінің құрбысы Жылан ханым Плитвердің көмегімен балаларына қамқорлық жасайды. Олардың бірі Сорен есімді Гахулдың үкі туралы әңгімелеріне қызығады. Сорен бұл оқиғаны талай рет естіген және бір күні аты аңызға айналған өтірік жауынгермен кездескісі келеді. Бірақ Клуд бұл аңыздан басқа ештеңе емес деп санайды. Бұл оқиғадан кейін Нактис балаларына демалуды бұйырады. Өйткені ертең олар аң аулауды үйрену үшін ұшу сабақтарын алады. Алайда ата-аналары төсекке жатқанда Сорен ағасын тағы біраз жаттығуға шақырады. Екеуі бұтақтардан секіре бастайды. Бірақ Клуд әлі де қанаттарын қалай жақсы пайдалану керектігін білмейді. Бұл оның ұшуға табиғи таланты бар ағасына деген қызғанышын арттырады және ол Клудқа аты аңызға айналған Ли сияқты қозғалу керектігін айтып көмектесуге тырысады. Клуд бұл оқиғадан жалыққанын айтып ағасымен айтыса бастайды. Бірақ екеуі де ағаштан құлап орманның ортасына қонады. Көп ұзамай тасманиялық шайтан пайда болады. Ал Клуд ағасын қорғауға тырысады. Бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Ал Сорен жануардың қоршауында қалады. Өкінішке орай, жыртқыш үшін екі ұзын құлақты үкі пайда болып, оған шабуыл жасайды. Бірақ соқтығысқаннан кейін көп ұзамай, олар ағайындыларды ұстап алып кетеді. Бұл жұп өздерін таза армияның бір бөлігі болып табылатын екі сарбаз Джат пен Джуд деп таныстырды. Мұны естіген Клуд өзін босату үшін Джатты тырнақтарымен тістеп алады. Бірақ үкі оларды әулие Эгали ұстауына апаратынын айтып, оны ұстап алады. Жолда басқа үкілер пайда болып, басқа балапандарын, соның ішінде Гульфи есімді жас ергежейлі үкіні алып жүреді. Оны Гримбл үкі ұстап алды. Ол Джат пен Джуд сияқты таза тұқымды үкіге де жатады. Ұзақ сапардан кейін барлығын тауға апарады. Ал Гримбл сол күннен бастап Найра мен оның патшасының қызметшілері болатынын және олардың ешқайсысы оларға темір тұмсықтан басқа кедергі жасай алмайтынын хабарлайды. Алайда Сорен мен Гильфи оларға қызмет көрсетуден бас тартып, үйлеріне апаруды сұрайды. Найраға бұл мүлдем ұнамайды және жаза ретінде екеуі де доп шұңқыры деп аталатын үңгірде ауыр жұмыс істеуге мәжбүр болған қоқыс жинаушылар санатына ауыстырылды. Содан кейін Соренді алып кетеді де ағасынан көмек сұрауға тырысады. Бірақ Клуд бас тартады. Өйткені ол Клин тобына қосылу арқылы өзінің құндылығын дәлелдеу мүмкіндігін көреді. Осы сөздермен ол Гильфидің соңынан үңгір арқылы өтіп бара жатқанда, екеуі транс күйінде басқа үкіге тап болады. Гильфи үкінің айдың соққысынан зардап шеккенін түсінеді. Бұл әсер құстар айға тым көп уақыт қараған кезде пайда болады. Бұл орын алған кезде олар өз әрекеттерін бақылауды жоғалтады және қожайынының бұйрығын сөзсіз орындайды. Сорен мен Гильфи бірімен айға мүмкіндігінше қарамау туралы келісім жасасады және бәрі төсекке кетеді. Өйткені келесі күні олар таза бірлік үшін жұмыс істеуге мәжбүр болады. Таң атқанда Джат пен Джуд әскерге шақырылғандарды оятып, оларға үкілер тастаған тамақ қалдықтары болып табылатын түйіршіктерді көрсетеді. Қоқыс жинаушының мақсаты барлық түйіршіктерді сынау және бөлшек деп аталатын сиқырлы кристалды табу. Содан кейін Джат Соренге үлгіні беріп, оны сөмкеде осы кристалдардың қоры бар үңгірге жібереді. Үкі бұл талапты орындайды. Бірақ ол үңгірден өткеннен кейін күшті магниттік энергия кристалдың қаптағы басқа кристалдармен қосылуына себеп болады. Осыдан кейін жарғанат бөлшектердің жүктемесін оларға әсер етпей қабылдайды. Ал Джат пен Джудды қоқыс жинаушыларға түйіршіктерді жинауды бастауды бұйырады. Сорен мен Гильфи Гримблге тап болған кезде өз жұмыстарын бастайды. Екеуін ай соқпағанын көріп, оларды өзінің панасына апарады. Ал Сорен одан досына зиян тигізбеуін өтінеді. Бірақ оның орнына Гримбл өзінің таза адамдардың бірі емес екенін және темір тұмсық әскері оның жерлеріне басып кірген кезде тұтқынға алынғанын айтады. Содан бері үкі отбасын күзету үшін, таза болу үшін оларға қызмет етуге мәжбүр болды. Соған қарамастан, ол айдың соққысынан зардап шекпеген барлық үкілерді құтқаруға көмектесуге ант берді және Сорен мен Гильфиге ұшуды үйретуге уәде берді. Осы уақытта Найра өзінің келесі сарбаздары болу үшін Клуд пен басқа үкілерді таңдады. Келесі бірнеше күнде ол оларға ұшу техникасын үйретеді және олар дайын болғаннан кейін патшайым оларды аңшылықта сынайды. Содан кейін Найра кішкентай көк құсты жібереді. Ал оны ұстап алған үкі әскерде өз орнын алуға жақынырақ болады. Сынақ басталады және оның жаттығуларының арқасында Клуд ұшуды үйреніп, құсты ұстауға тырысады. Алайда оның қарсыластарының бірі лас ойын ойнап, Клудқа тас лақтырады. Ол бас тартпайды және итерумен күреседі. Құсты тырнақтарымен ұстап үлгереді. Найра Клудтың талантына таңғалып, ағасы өзі сияқты ұша алатынын сұрайды. Әлі күнге дейін ағасын қызғанып жүрген Клуд Сорен ешқашан ұшуды үйренбегендіктен ағаштан құлап кететін деп өтірік айтады. Алайда патшайым бұған сенбейді және оны ағасымен кездесуге шақырады. Өйткені оның ұсынысы бар. Сонымен бірге Сорен, Гильфи және Гримбл жаттығуды жалғастыруда патшайым кенеттен пайда болған кезде сарбазының сатқындығын көріп, оған екі үкі беруді бұйырады. Бірақ Гримбл бас тартып, Найраға шабуыл жасайды. Текетірес басталып, үкі ханшайымы болғанына қарамастан, Гримбл одан да шебер болып шығады және оны шабуылдармен құлатады. Содан кейін ол Сорен мен Гильфиге қашып, Хылмер теңіздерінің артында жасырынған күзетшілердің соңынан еруді бұйырады. Басқа амалы қалмаған Сорен келіседі де, ағасын көргенде онымен бірге жүруін өтінеді. Бірақ
Клуд патшайымға адал болуға ант береді, және оған Гримблмен күресуге көмектеседі. Қарт сарбаз үңгірден жартасқа секіруге мәжбүр болған Сорен мен Гилфиге уақыт беру үшін қарсы тұруға тырысады. Гримблдің жаттығуларының арқасында олар ақыры ұшып кетеді. Найра сарбаздарына оларды қууды бұйырады. Бірақ Гримбл оны тоқтатады, және олар үлкен таудан құлаған кезде бір-бірімен соғысады. Өкінішке орай, қарт сарбаз алған жарақаттарынан аман қалмайды. Ал патшайым соңғы соққысын беріп, оны жартастың түбінен құлатады. Осыдан кейін ол және оның сарбаздары үңгірге кіріп, олардан қашуға тырысқан Сорен мен Гилфиді қуады. Қарқынды қуғын сүргін кезінде олар үңгірдегі кішкене тесікті көреді, және жылдам қозғалыста екеуі патшайым мен сарбаздарды артта қалдырып, оның үстінен өте алады. Ақыры Сорен мен Гилфи Гримблдің жанқиярлығының арқасында әулие Агалиден қашып құтылды. Содан кейін екеуі күзетшілерді іздеуге кетті, бірақ алдымен тоқтап, біраз демалу керек. Бірнеше минуттан кейін Сорен орманды көріп, қонуды ұйғарды. Сонда ол Диггер есімді күзен үкісін кездестірді. Бүкіл оқиғаны тыңдағаннан кейін Диггер оған көмектесуге келіседі, және оларды үйіне шақырады. Сонда ол өзінің досы ымырт сұр үкімен таныстырады. Ол барлығына кешкі ас әкелгенін айтады. Бірақ ол жасын көрсеткенде, ол леди Плитвер болып шығады. Жылан Соренді қайта көргеніне қуанышты. Ол оған Клудтың тазалығы, сатқындығы және аруақ күзетшілерін іздеуі туралы айтып береді. Жас жігіттің аты аңызға айналған жауынгерлерді табуға бел буғанын көріп, Диггер, Сумерки және леди Плитвер оны сапарға шығарып салуға келіседі. Содан кейін топ Сент-Агалиуста патшайымның Тайто патшалығы үшін бірдеңе жоспарлап жатқанын білмей, Хылмер теңіздеріне бет алады. Клуд өзінің адалдығын дәлелдегеннен кейін, ол оған металл бежак армиясында қызмет етуді ұсынады. Алайда, оған Сореннің орнына біреуді табуға тура келеді. Ертіп келуді ұнады. Патшайым келісті және өз әскеріне кішкентай үкіні басып алуды сұрады. Өйткені ол оны барында пайдаланғысы келеді. Сонымен қатар, Клудты темір тұмсықтың өзімен таныстырады. Ол жас жігітке өз әскерінде қосуға мүмкіндік береді. Егер ол кез келген әлсіздікті тастап, қарсыластарын жою үшін өзінің жек көрушілігін пайдаланса, осы жерден алыс жерде Сорен мен оның тобы ұзақ сапарларын жалғастыруда, ал ымырт леди Плитверді олжасымен бірге алып жүр. Саяхат бір қалыпты жүріп жатыр. Кенет қарғалар тобы топқа шабуыл жасап, кәрі жыланды басып алғанша, Сорен күтушісін құтқару үшін мүмкіндігінше жылдам ұшады. Бірақ қарғалар жылдамырақ және оларды тастауға тырысады. Содан кейін ымырт бұл идеяны ойлап тауып, аяғын пайдаланып, Соренді ұстап алады да, бүкіл денесін бүгіп, өкіні бар жылдамдықпен қуып жетеді. Осының арқасында Сорен қарғаның олжасын алып, миссис Плитверді тауға аман есен жеткізеді. Ол жерге жеткенде, топ үлкен Хулер теңізін кесіп өтеді, және кенеттен ескі Эхидна өзін пайғамбарлық қабілеті бар деп топқа таныстырады. Ол бейтаныс адамдар тобының қамқоршыларды табу үшін отбасы болып бірігетінін болжағанын айтады. Дегенмен, олардың теңіз арқылы ұзақ және қауіпті саяхаты бар. Тіпті күштері таусылған кезде де олар жолдың жартысын ғана жүріп өтеді. Қиындыққа қарамастан, Сорен оны қабылдайды, және олардың барлығы шексіз Қалмер теңізі арқылы жолға шығады. Сағаттар өтіп жатыр, ал топ әлі баратын жерінен алыс. Ең сорақысы, оларға қатты қарлы боран соғады. Үкілер мұзды желге төтеп беру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бірақ Диггердің қанаттары барған сайын қарға айналады. Осыған байланысты үкі енді ұша алмайды, және тез құлай бастайды. Ал Сорен досына жету үшін мүмкіндігінше жылдам ұшады. Алайда, ол және топтың қалған мүшелері бұлттарды жарып өткенде, олар толқындарға толы теңізге тап болады, және жақын жерде қазғыштың белгісі жоқ. Тырнақтарында қазғышты көтеріп жүрген алып қарлы үкі пайда болғанша, бәрі ең жаманынан қорқады. Онымен бірге тағы бір үкі пайда болып, топты өздерімен бірге күзетшінің үйіне баруға шақырады. Содан кейін, олар қарлы бораннан өтіп бара жатқанда, Сорен және оның достары Галдың аты аңызға айналған күзетшілері тұратын ағаштардың арасына салынған үлкен бекіністі табады. Ол жерге жеткенде, ол қарлы үкілердің бор мен барон, бекіністің патшасы мен патшайымы екенін біледі. Танысқаннан кейін, ерлі зайыптылар Сорен мен Гилфиді кездесуге шақырады. Өйткені олар өз аумағына қалай кіргендерін және не іздеп жүргендерін білгісі келеді. Олардың әңгімесін тыңдағаннан кейін, патшаның кеңесшісі Алам әулие Агалиде тұратын таза адамдар туралы әңгіменің абсурд екенін айтады. Алайда, Гахулдың ең көне қамқоршыларының бірі Илириби Сореннің сөзіне сеніп, патшаны бұл істі тергеуге шақырады. Содан кейін Борон Аламерге Сореннің әңгімесінің шынымен рас екенін растау үшін іздеу тобын белгіленген жерге жіберуді бұйырады. Кездесуден кейін топты Отулиса есімді жас үкі қарсы алады. Оған Сорен бір көргеннен ғашық болады. Ол сондай ақ бейтаныс адамдарға, егер олар қамқоршы болғысы келсе, үлкен қиындықтарды жеңуге тура келетінін ескертеді. Арманына жету мүмкіндігін көрген Сорен қамқоршы болуға келіседі. Ал келесі күні таңертең ол басқалармен бірге жаттығуды бастайды. Ұшудан басқа, үкілер шоқ жұлдыздарды шарлауды және қылыштармен және өткір тырнақтармен күресуді үйрену керек. Сорен күзетші болған кезде темір тұмсық Клудқа өзінің жек көрушілігі мен агрессиясын пайдаланып, қарсыластарын жеңуге үйретеді. Ол сондай-ақ оған тұмсығын жойып,
бір көзін соқыр еткен өтірікпен күресу туралы айтады. Алайда, ол жауынгерден кек алуды және өзі үшін Тайто патшалығының тағына отыруды көздейді. Бұл Клодты орденнің ісіне одан да адал етеді. Таза жандар. Алайда, Эглантина ағасы үшін одан сайын алаңдап, оны үйіне алып кетуін өтінеді. Әпкесінің табандылығымен бетпе-бет келген Клод келіседі. Бірақ алдымен одан толық айға қарауын өтінеді. Бұл кішкентай үкіні айдың соққысына ұшыратады. Үлкен ағашқа оралғанда, Сорен кітапханадан мұз тырнақтарының шайқасы туралы кітапты тауып алады. Дегенмен, кітапта аңыздың әлдеқайда пессимистік нұсқасы берілген, және Илериби жас жігітке оған үйренуге кеңес береді. Өйткені соғыс азап пен азаптан басқа ештеңе әкелмейді. Азап шегу. Осыдан кейін ескі күзетші Сорен мен оның достарын қосымша ұшу жаттығуларына шақырады. Бұл жолы олар қатты дауылмен бетпе-бет келіп, жаңбыр мен желдің әсерінсіз ұшу үшін ішкі түйсіктерін пайдаланып, оны жеңуді үйрену керек. Изриби оларға айналадағы табиғатты сезінуге кеңес береді. Ал Сорен оның кеңесіне құлақ асып, дауылмен бетпе-бет келеді. Бір сәтке жас үкі жаңбырмен бірдей жылдамдықпен ұша алады. Ал Сорен жел мен судың әсерінсіз ұшқанда, оның айналасындағы уақыт баяулайды. Алайда, Сорен ақыры алаңдап, өзін өзі басқара алмай, тікелей теңізге құлап кете жаздады. Соған қарамастан, Илериби оның қабілетіне таңғалады және жас жігітке жаттығуды жалғастыруға кеңес береді. Өйткені оның әлі де үйренетін нәрселері көп. Келесі күні Аламир және оның екі сарбазы әулие Агалиусқа келіп, Сореннің айтқанының бәрі рас екенін біледі. Содан кейін ол сарбаздарға қақпадағы күзетшілерді алып тастауды бұйырады. Ал өзі тауға басқа кіреберіс табуға тырысады. Сарбаздар мойын сұнып, күзетшілерге шабуыл жасауға аттанады. Бірақ олар тек екі шүберек қуыршақ табады. Көп ұзамай жарқанаттар жұбы сарбаздарды тұзаққа түсіретін бөлшектері бар бөлікті босату механизмін іске қосады. Сонымен бірге Илериби Соренді кабинасына апарады. Ол жерден мұз тырнақтары шайқасы туралы кітаптарының бірін тауып алады. Содан кейін ескі гвардияның аты аңызға айналған жауынгер Лиес екені анықталды. Ол темір тұмсықпен шайқаста көзінен жарақат алған. Аламир қайта пайда болып, әулие Агалистен екі кішкентай үкі әкеле алғанын айтқан кезде, олардың арасындағы әңгіме үзіледі. Олардың бірі ай сәулесінің әсеріне ұшыраған және қозғала алмайтын Эглантина. Сорен әпкесінің бұл күйде екенін көріп, үмітін үзіп, қамқоршылардан оның транс күйінен шығуына көмектесуін сұрайды. Сонымен қатар, Аламир Танфлекс спрейі тамақты емдейді және қабынуды жеңілдетеді. Шипажауырлар бір жола кетті. Ферментеу технологиясын 37 жыл қолданып келеміз. Доширак. Копиядан сорпада. Alamir warns that the story about the Pure Ones және қамқоршылар күшейіп, Тайто патшалығын басып, алмас бұрын шабуыл жасауы керек екенін ескертеді. Король Борон келіседі және өзінің қамқоршыларын, соның ішінде Лиесті, құрал жабдықтарын жинап, шайқасқа шығуға шақырады. Сорен онымен бірге жүруді ұсынады, бірақ Лиес оған тыйым салады. Өйткені ол әлі жеткілікті дайындықтан өтпеген және әпкесіне қамқорлық жасау керек. Ақырында күзетшілер Аламир мен темір тұмсық салған тұзаққа түсіп қалғанын білмей, әулие Агалиге барады. Бірнеше минуттан кейін Сорен есі ауысқан және оны тани алмайтын әпкесімен қайта қауышады. Жас үкі әпкесін қорғай алмағаны үшін кешірім сұрайды. Әйтеуір оның сөздері Эглантинаның есін жиюына көмектеседі және ол оған Перроның тұтқынға алынып, тауға апарылғанын айтады. Бұл ғана емес, оның ағасы Клодтың да миын шайып, оны күзетшілерді тұзаққа түсіру үшін пайдаланды. Барлық шындықты білгеннен кейін, Сорен күзетшілерге ескерту үшін тауға баруды шешеді. Ол асығуы керек. Өйткені король Борон мен оның адамдары әулие Агалиусқа жаңа ғана келіп, күтпеген жерден таза адамдарға шабуыл жасады. Тауға шыққанда, олар миы жуылған бірнеше үкі балапандарын тауып алып, оларды құтқару үшін жолға шығады. Алайда, Лиес бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды және көп ұзамай жарқанаттар тобы бөлшектер бөлімін ашады. Осының арқасында магниттік энергия таралады және барлық үкілер жер бетінде дәрменсіз болып қалады. Тек Аламирден басқа, ол таза тыңшы болып шығады. Бұл күзетшілерді қолға түсіру жоспары еді. Және бәрі бағындырылғаннан кейін, Найра мен темір тұмсық екінші кезеңге өтеді. Олар жарқанаттар тобына, күзетшілерге ұшып барып, олардың барлық қанын сорып, оларды жоюды бұйырады. Бұл орын алмас бұрын топ тауға жетіп үлгереді және жарқанаттардың шабуылға дайындалып жатқанын көреді. Сорен жоспар құруға тырысады және қоршаған ортаны бақылай отырып, күзетшілерді құтқарудың жолын табады. Содан кейін ол ымырт пен басқалардан жарқанаттарды тоқтатуды сұрайды. Ал өзі жауынгерлерге көмекке барады. Топ жоспарды іске асырады. Ал ымырт, Дигер және Гильфи жарқанаттарға тұмсықтары мен тырнақтарын пайдаланып, оларды бір-бірлеп жеңу үшін шабуыл жасайды. Үкілерді көргенде, темір тұмсық Аламирге қарсы шығады. Өйткені ол барлық күзетшілерді тұзаққа түсіретінін айтты. Үкі олардың күзетші емес екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ темір тұмсық оның сөзіне сенбейді және жарқанаттарға жаза ретінде сатқынды жоюды бұйырады. Бұл арада жарқанаттармен күрес жалғасуда. Бірақ ымырт және басқалары бөлшектердің магниттік әсерінің әсеріне ұшырайды. Сол кезде Сорен орманның өртеніп жатқанын көріп, үңгірден шамды алып, оны отқа жақындатады. Лиездің нұсқауын есіне алған Сорен ағаштар арасында ұшып,
отты кесіп өтіп, нысанаға тигізбеу қабілетін пайдаланады. Осының арқасында үкі шамды жағып, жалыннан өтіп, бөлшектер сақталатын тауға жетеді. Содан кейін Сорен магнит өрісіне мүмкіндігінше жылдам ұшып, шамды үңгірге тастайды және механизмді бұзады. Осының арқасында ол бөлшектер бөлімін ашық ұстайтын тіректі бұзады. Оның жұмысын тоқтатады және барлық күзетшілерді босатады. Осындай батылдыққа тап болған кезде өтірік жас жігітті құттықтайды. Бірақ шайқас енді басталып жатқанын ескертеді. Содан кейін барлық күзетшілер жиналып, өз сарбаздарын қарсы шабуылға шақыратын темір тұмсыққа қарсы шығады. Үкілер арасында қиян-кескі шайқас басталып, олар бір-біріне шабуыл жасау үшін қылыштары мен өткір тырнақтарын пайдаланады. Текетірестің ортасында үкілер тырма патшаны ұстап алды, бірақ ол қашып үлгерді. Бүкіл денесін айналдырып, оларды лақтырып жіберді. Патшаны көргенде Найра оған жақындап келеді, бірақ оны лез тоқтатады. Ол оның шабуылына жылдам шабуылмен тосқауыл қояды. Текетірес күшейіп, Сорен не болып жатқанын алыстан бақылап отыр. Өйткені оның үлкен ағасы Клуд аспанның ортасында пайда болады. Содан кейін Сорен төбелесіп, Клудпен сөйлесуге тырысады. Бірақ ол жауап ретінде тырнақтарын пайдаланып, ағасын жанып жатқан орманға тастайды. Жас үкі ағаштарда өзін ұстай алады. Бірақ Клуд ағасына өзінің әрқашан өзінен жоғары екенін дәлелдегісі келіп, тағы да шабуыл жасайды. Жақын жерде Кил түлкісі темір тұмсыққа шабуыл жасайды. Ал екі қарсылас реванш үшін тағы кездеседі. Әулие Эгалиус бекінісінің ішінде олар бір-бірімен соғысады. Ал темір тұмсық бар күшімен шабуыл жасайды. Бірақ түлкі ептірек және қарсыласын жерге құлатып, қарсы шабуыл жасайды. Ескі күзетші жаудың жеңілгеніне сенімді болды. Бірақ темір тұмсық күтпеген жерден шабуылдап, оны бір соққымен құлатады. Содан кейін Найра пайда болып, түлкіні үңгірдің басқа бөлігіне апарады. Ал темір тұмсықпен бірге екеуі күзетшіге бар ашуымен шабуыл жасай бастайды. Орманға оралғанда Клуд ағасына шабуыл жасауды жалғастырады. Бірақ Сорен үйренгенін пайдаланып, оны қанатының соққысымен құлатады. Осыдан кейін ол Клудты отбасына оралуға көндіруге тырысады. Бірақ ол оның әлеуетіне тек асыл тұқымдылар ғана сенді деп жауап береді. Содан кейін Клуд Соренге тағы бір рет шабуыл жасауға тырысады. Және екеуі де ағашқа басылады. Соққыға қарамастан Соренді ұстап алып, ағасының аяғынан ұстап алады. Соның салдарынан ол қанатын сындырып, отқа қарай құлай бастайды. Сорен ағасын құтқару үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бірақ Клуд бәрібір оған ренжіп, шабуыл жасауға тырысады. Үкі шабуылдан жалтарады. Бірақ Клудтың аяғын босатып жібереді де, ол жалынға құлап кетеді. Ағасының өлгеніне сенген Сорен ашуланып, жанып тұрған бұтағын ұстап, темір тұмсықпен күресу үшін тауға қарай ұшады. Бұл арада зұлым адам мен оның серігі қазір шаршап, жеңілген адам жерге құлап түскен өтірікпен күресуді жалғастыруда. Екеуі соңғы соққыны беруге дайындалып жатыр. Бірақ соңғы минутта Сорен пайда болып, жанып тұрған бұтағымен темір тұмсыққа шабуыл жасайды. Оның барлық күш-жігеріне қарамастан, жауыз күштірек болып шығады және жас үкіні тыныштандырады. Ал Найра түлкіні жерге тірейді. Жеңіс қазірдің өзінде оның қолында. Ал темір тұмсық Соренмен күресемін деп қорқытуда. Бірақ жас үкі күш жинап, бостандыққа шыға алды. Лиз де дәл осылай жасайды және Найраға соққымен шабуылдап, оны құлатып, қанатына зақым келтіреді. Патшайым жеңілді, бірақ темір тұмсық аяғынан тұрып, Соренге шабуыл жасамақшы болды. Ол бұтағын босатып жіберді. Содан кейін үкі үңгірдің ең төменгі бөлігіне ұшып, бұтақты ұстап алып, тас қабырғаның дәл ортасына құлады. Темір тұмсық оның соңынан еріп, соңғы соққыны беру үшін жақындап келеді. Бірақ Сорен бұтақты аяғымен көтеріп, қарсыласының жүрегіне соғып үлгереді. Ақырында таза көшбасшы жеңіліске ұшырады. Ал Найра кек алғысы келсе де, ол өз сарбаздарын шегінуге шақырады. Шайқас аяқталып, барлық күзетшілер Халмирге оралады. Онда Сорен мен оның достарын батыр ретінде қарсы алады. Ерліктері үшін марапат ретінде олар Гаулдың жаңа күзетшілері болып тағайындалады және Сорен өзінің кім болғанын мақтан тұтатын отбасымен қайта қауышады. Енді күзетші болғаннан кейін Сорен және оның достары Тайто патшалығына қамқорлық жасауды жалғастыруға уәде береді. Өйткені олар жақын арада таза адамдар қайтып келетінін біледі. Бұл күн жақындап келеді. Өйткені ұрыс даласының ортасында орман өртінен аман қалған Клуд пайда болады. Қоқыстардың арасынан қожайынының маскасын тауып алып, өзін жаңа темір тұмсық деп атайды. Ол ағасынан және барлық қамқоршылардан кек алуға ант беріп, патшаны құртып, Тайтоның билігін қайтадан таза ұстауға уәде берді. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, жазылыңыз. Сондықтан жаңа фильм шолуларын жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше